Биыл Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері белгілі композитор Мансұр Сағатовтың туғанына 80 жыл. Осыған орай облыстық тарихи өлкетану музейінде туған жердің талантты перзенті атты көрме ашылды. Көрмеге музей қорындағы 56 жәдігер қойылған. Тағылымды шарада сазгердің көзін көргендер өнер майталмандары сыр шертті. Көрмеге белгілі композитордың тұтынған заттары, қызметтік куәлік құжаттары, алған марапаттары, фотосуреттері қойылған. Жәдігерлерді музей қорына сазгердің ұлы табыстапты. Қайталанбас қолтаңбасымен дараланған сазгердің шығармалары қазір алтын қорда сақтаулы. Белгілі дирижер Қырымгерей Қажымовтың айтуынша, композитор болмыс бітімі бөлек, парасатты жан болған. Композитордың съездерінде шығармаларын ойнаймыз, екі оркестрмен, пленумдерде ойнаймыз. Сонда танысқанда қай жерденсің деп мен оралдамын. Қай ауданнан, ол кезде бізде Шапай ауданымыз. Мен Жәнібектен деп жерлеспіз ғой деп жымиып, өзі сондай жұмсақ, жүрегі жылы, кеуде көңілі кең, қамқор жасайтын кісі. Мансұр Сағатов Жәнібек ауданы Ұзынкөл ауылының тумасы. Әкесі соғыстан оралмай анасының тәрбиесінде өскен зерек бала Күләш Байсейітова атындағы республикалық музыка мектебіне шақырту алған. Кейін Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясын тәмамдаған. Ұзақ жылдар бойы қазақ радиосында еңбек етеді. Оның қазақтың қаһарман қызының қысқа әрі қайсарлыққа толы өмірін бейнелейтін Әлия атты екі актілі балеті көркемдік деңгейі жоғары бағаланған туындының бірі. Фортепиано, виолончель үнімен үндескен әндері өнер сүйер қауымды музыканың биік шыңына жетеледі. Алматының таңы қандай, алмасының дәмі балдай деген екінші өлеңі екі жұлдыз. Ол енді соңғы мына Шәмшіден кейін Әсет Бейсеуовтің әндерімен неткенде жаңадан шыққан, жаңа бір рақ тапқан әндердің біреуі. Алматыдағы көшелердің біріне сазгер есімі берілген. Халық әртісінің есімін ұлықтау, шығармашылығын насихаттаудың маңызы зор. Көрменің негізгі мақсаты Қазақстан еңбек сіңірген өнер қайраткері композитор Мансұр Сағатовтың өмірін, шығармашылығын жұртшылыққа таныстыру. Композиторларымызды халыққа таныта білу керек, өскелең ұрпаққа жаңадай көрсетіп, болашақ тарих ретінде. Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген өнер қайраткері белгілі композитор Мансұр Сағатовтың туғанына 80 жыл толуына орайластырылған көрмені қала тұрғындары мен қонақтары 14 ақпанға дейін тамашалай алады. Гүлжан Аюпова, Нұрлан Идеров, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.